ұстаздар, сіздермен бірге Сандуғаш Қадырғалиевна. Менің YouTube каналым ұстаздардың әдістемелік және цифрлық құзыреттіліктерін арттыруға арналған. Менің YouTube каналымнан заманауи платформалармен жұмыс, трендтегі әдіс, креативті презентациялардың топтамасын таба аласыздар. Бүгінгі менің сіздерге ұсынатын видеом PowerPoint School тақырыбына арналады. Яғни бұл біздің анимациялық презентациямызды жасауға көмектесетін сайт болып саналады. Бұл жерде ең бірінші сілтемеге өтеміз. Бұл сайттың қандай артықшылықтары бар? Ең алдымен бұл жерде ешқандай да тіркелу жұмыстарын жүргізбейміз. Егер сізге тілі түсініксіз болса, мышканың оң жағын басып перевести на русский деп өзгертіп алсақ болады. Жалпы бұл PowerPoint School'дың терезесі. Бізде шаблон презентациялары бар, Google презентациялары бар, түйіндеме резюмелерге арналған шаблондар бар және PowerPoint бағдарламасында жасалынған анимациялық шаблондарды ұсынады екен. Көпшілігіміз сабақты жасаған кезде оқушылардың назарын аудару үшін немесе қандай да бір жарыстарға барған кезде креативті презентацияларды қалай жасасақ болады екен деп көп уақытымызды жоғалтып жатамыз. Ал бұл сайт барлық анимацияны автоматты түрде сізге қойып қойған, тек шаблонды өзіңізге скачать ету арқылы сөзін өзгерте аласыз. PowerPoint School сайты ақылы нұсқасы да бар, бірақ бізге тегін нұсқаларының шаблондарының өзі де жеткілікті. Осы жерде барлық тегін нұсқаларының ішінен қажетін таңдап алып қолдана берсеңіз де болады. Ең бірінші шаблоны презентация PowerPoint-ты басқанда осындай шаблондар, тегін шаблондарды ұсынады. Сізге қайсысы ұнайды, әрқайсысына барып жүктеп аласыз. Мысалы біз бесплатный анимированный шаблон дегеннің үстінен өзімізге ұнаған шаблонның үстінен басамыз. Басқаннан кейін мына жерде түсіндірмесі шаблонның жалпы сипаттамасы осы жерде жазылған. Бұл шаблонның сізге ұсынатын мүмкіндіктері қандай? Бұл бізде 8 слайдтан тұрады. Түстердің үйлесімділігі, анимированный арнайы файл қосылған. Сонымен қатар бұл презентациялық шаблонды көп мақсатта қолдана аласыз екен. Егер сізге ұнаса, видеоның шаблонын YouTube сілтеме арқылы мына жерден қарап алсаңыз болады. Енді шаблонды тегін жүктеу үшін біз мына жерде скачать дегенді басамыз. Сол кезде бізге компьютеріміздің төменгі жағына архив файлында түседі. Оның үстінен басамыз. Содан кейін басқаннан кейін осындай екі файл болады. Бірі папка, екіншісі файл. Екінші файлды ашамыз. Міне, енді разрешить редактирование деп басып, 8 беттен тұратын слайдқа өзіміздің өзгерістерімізді енгізе береміз. Кәдімгі PowerPoint-та сіз қалай жұмыс жасайсыз, дәл сол алгоритммен жұмыс жасайды. Мысалы, мынау бізде сабақтың тақырыбы болсын. Қалған керек емес ағылшын тіліндегі сөздіктерге алып тастайтын боламыз. Егер де мына жерге бүгінгі сабақта бір сөздер жазып қойсақ болады. Енді келесі мысалы мына жерге біз сабақтың мақсаты деп жазып қойсақ болады. Мына жер егер керек десеңіз қалдырасыз жазып, керек емес десеңіз алып тастауға да болады. Енді мына жерге сабақтың мақсатын қазақ тіліне ауыстырып жазып қойсақ болады. Бірақ мына жеріндегі оның арнайы анимациямен дайындалып тұрған мынадай белгішелерінің ешқайсысына тиіспеулеріңіз сұралады. Осы бетке де өтемізде тағы да осы жерлерді қазақшаға аударып аламыз. Осы жерде бетті де біз қазақшаға аударып аламыз. Егер керек емес жерлер болса алып тастауға болады. Келесі 5-ші бетте де барамыз. 5-ші бетте мысалы мына жерде бізде
3 адамның суреті тұр екен, осы 3 адамның суретін өзгертуімізге болады. Мысалы, бізде мынау бөлек алынады, әрқайсысы бөлек алынады. Мысалы, мына жерде алып тастап, сіз өзіңіздің картинкаңызды кіргізесіз. Яғни вставкаға барып, рисунки дегенге барып, өзіңіздің бір фотоңызды кіргізсеңіз болады. Мен осы фотоны кіргіздім. Енді домалақ пішінді қылу үшін мен мына жерде дөңгелекті таңдаймын. Шетіндегі границасын, қарасын нет контура деп алып тастаймын. Және жан жақтарын кесу үшін обрезка дегенді баса отырып, кішкене кішірейтіп алсам болады. Яғни мен мынадай етіп кішірейтіп қояйын. Менің суретім дайын болды. Енді оны кішірейту арқылы мен мына жерге әкеліп қоямын. Біздің суретіміз дайын болған секілді. Дәл сол секілді мен мына жердегі суреттерді алып тастай отырып, осы суретті көшірмесін қоя қоямын. Ал сіздер өздеріңіз қандай да бір сабақтарыңызда 3 ғалымның атауын көрсетіп жатырсаңыз, мысалы, өзіңіз суретіңізді әкеліп қойсаңыз болады. Біз суретті қойып алдық. Енді келесі слайдқа өтейік. 6-шы слайдта да дәл солай осы тақырыптарды, сөздерді, тексттерді өзгертіп аламыз. Бұл жерде де дәл солай өзгертіп аламыз. Міне, осы назарларыңызға рахмет деп аяқтасақ болады. Енді біздің 8 беттік слайдымыз дайын болды. Енді көру үшін жоғарыдағы слайд-шоу дегенге барып, сначала дегенді басайық. Біздің слайдымыз өте керемет дайындалды. Ешқандай следующий деген батырманы клавиатурадан баспайсыз, өйткені бұл анимированный шаблон болғандықтан ол өзі жүреді. Келесі ғана бетке өтетін кезде ғана следующий деген пернетақтадан клавишті басасыз. Бір рет бастыңыз, екіншісінің өзі жүретін болады. Тағы екінші рет басасыз, тоқтап қалса, басып өзіңіз жаттығып алсаңыз болады. Қай кезде басу керектігі туралы өзіңіз алдымен дайындалып алсаңыз болады. Келесі бетке өтеміз. Міне, осымен біздің барлық слайдымыз дайын болды делік. Енді жалпы сізге қалай өзгерту жөніндегі мәлімет түсінікті болды деп ойлаймын. Енді шаблоны резюме дегенге қарайық. Мына жерде резюменің дайын түрлері бар. Өзіңізге ұнаған нұсқасын жүктеп аласыз. Дайын бізде резюме тұр, байқап қарасаңыз, осының барлығын сіз аты жөніңізді қойып өзгертіп аласыз. Креативті жұмыстарға кіретін кезде жас маман ретінде резюме іздесеңіз, шаблондарды пайдалансаңыздар болады. Осы сайт ағылшын тілінде болғандықтан, үнемі ағылшын тіліне ауысып кетіп отырады. Сондықтан егер сізге ыңғайсыздық тудырып жатса, орыс тіліне қайта-қайта аударып отыруыңызға тура келеді. Мына жақта свот анализ бар. Қандай да бір шаблонға өзгеріс енгізгеннен кейін міндетті түрде біз X батырмасын басып жабатын кезде сохранить етуіміз сұралады. Сол кезде сохранить как деп басып, осы папкамыздың ішіне қандай да бір атау беріп сақтасақ болады. Және сіздерге құрметті ұстаздар, бір ескерте кететін жайт, PowerPoint School'дан жүктелініп алынған архив папкалардың ішінде кей жағдайларда 2-3 папка кездесіп жатады. Сол 2-3 папканы қатар алып жүргіңіздегім келеді. Қандай да бір электронды почтамен жіберетін кезде де осы 2 папканы жібергеніңіз дұрысырақ. Өйткені жүктеп алған шаблон презентацияңызда қолданылатын шрифттер сіздің компьютеріңізде орнатылмаған болуы мүмкін. Сондай жағдайларда ол шрифтісімен бірге папканы сізге дайындап беріп тұр. Сондықтан бірге папкаларды өшіріп алмай жүруіңіз сұралады. Сонымен құрметті ұстаздар, бүгінгі видеом сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Кәдеңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз және өзге әріптестеріңізге де бөлісе жүріңіз.